медицинада бұл дәлелденген болса да, осы жүннен тоқылған шұлықтар шақалақтың жаңағы тез ет алып кетуіне көмектеседі деген нәрсе. Иә. Дәлелденген. Өйткені жүнде тітіркендіреді ғой баланы. Олар системада жатқан кезде ұйықтап кетпес үшін оятады тітіркендіру арқылы. Ассалаумағалейкум, әлеумет. Бүгін біздің студиямызда қозғалатын тақырып қызықты. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы 28 ілмек клубы қайырымдылық қорының сауықтыру бойынша маманы Гүлшат Дәрменова ханым. Қош келдіңіз студиямызға. Рахмет. Жасыратын жоқ, енді бұл ұйым туралы көп адам біледі деп айту қиын шығар. Сондықтан алдымен осы ұйым туралы айтып берсеңіз, бұл қандай ұйым, немен айналысады, мақсаты қандай, осы жөнінде тарқатып айтсақ. Шынымен де сізбен келісем, өйткені мен де бұл қор туралы білмейтінмін. Өзім декретте отырған кезде, екінші қызымен отырған кезде, енді әйел адам төрт қабырғада отырады, не істерін білмейді, күнделікті шабыс, баларды шығарып салу, қарсы алу сияқты ғой. Сол кезде менің туған апам айтқан осы клуб туралы. Гүлшат, сен тоқу білесің ғой, барып көрсейші деп. Сөйтіп енді қасында прицеп болып барады ол қызымды киіндірдім. 1,5 жаста ол кезде. Сөйтіп барып, жаңағы клуб туралы білу арқылы осынге дейін жүрмін. Шынына керек. 2016 жылдан бері, 15-16 жылдардан бері, 1,5-да тұғын қызым, қазір уже 12 толады, Аллаға шүкір. И содан бастап мен осы жердемін. Бұл клуб негізі қалаған Карла Нур. Журналист. Негізін қалаған Карла Нур деген кісі. Ол ана мен бала орталығында журналист болып жұмыс жасайды ғой. Сөйтіп түсіріп жатқан кезде кювезден жүн нәскиді көреді. Жүншылықты көреді. Сосын айтады, кювез енді стерилді жерде тұрады ғой балалар. Стерилді жерде неліктен бөгде зат тұр деген сұрақ туындайды ол кісіде. Сол қызығушылық пайда болады. Сөйтіп дәрігерлердің жауабы бойынша мерзімінен ерте туылатын балаларға сондай жүннен тоқылатын шұлықты кигізу арқылы оларға жылу береді екен. Салмақ қосуына да әсер етеді екен. Сөйтіп Карла Нур ол кісілерді тыңдап, оны кім тоқиды деген кезде біз тоқимыз деп айтыпты. Біз тоқимыз дегенде олар өз ақшаларын жаңағы 100% жүнді сатып алып, далада кісілер тұрады ғой. Әжелер бар ғой, соларға тоқтыртқызған ғой. Тоққызған. Сөйтіп, бұл кісілердің олмен айналыспау керек. Дәрігерлер керісінше балаларды қарау керек деп осы қорды, яғни 28 ілмек клубын шығарады. Яғни бұл клубтың айналысатын шаруасы шала туған шақалақтарға арналған жаңағы жиынтықтар тоқылған шұлық. Шұлық. Қазір басында шұлықтан басталған. Одан кейін бас киім, жилетка және де плед үстіне төсеніш ретінде. Сондай жиынтық қазіргі таңда. Сонда жаңағы еріктілер өздері тоқиды, бәрі тегін апарып осы жаңағы перзентханаларға береді ғой, солай ғой? Солай, иә. Өз ақшаларына сатып алады, тоқитын нәрселерді, жүнді. Өйткені бұл жердегі 100% жүннен жасалынатын. Бұл сонда медицина болған қалай қарайды? Медицинада бұл дәлелденген болса да, осы жүннен тоқылған шұлықтар шақалақтың жаңағы тез ет алып кетуіне көмектеседі деген нәрсе. Иә. Дәлелденген. Өйткені жүнде тітіркендіреді ғой баланы. Олар системада жатқан кезде ұйықтап кетпес үшін оятады тітіркендіру арқылы. Және де жүн, енді білесіз бізде қазақ халқымыз кезінде қойдың жүнінен тоқылып, киім киген, ода бір жылу береді. Сол салмақ қосуына әсер еткен. Біздің ертедегі дәстүрімізге де ұқсайды екен. Шала туған баланы тымаққа салып өсірді. Дәл солай. Ұқсайды ғой осы? Ұқсайды. Енді қазір тымаққа салмайды ғой. Сол үшін... Тымақта жоқ шығар? Жоқ та шығар, шынында керек. Сол үшін қолда бар нәрсе, ол 100%-дан жасалған жүн. Жіп қой енді, айтқан кезде. Кәдімгі қойдың жүнінен тоқылған? Қойдың жүнінен, 100% жүн. Өйткені акрил деген сияқты ішіне синтетикалық қоспалар болады.
біз арнайы құрамын қараймыз. Құрамы 100% жүн болу керек. Міндетті түрде ең басты шарты 100% жүннен тоқылады. Жиынтықтар. Өкілдіктеріңіз Қазақстан облыстарда да бар ма? Облыс орталықтарында әлде? Қазақстанда 20 қалада бар. 20 қалада бар. Кімдер қалай мүше бола алады, мысалы, барып, мысалы, қазір көрген көрермендер болса, тоқитын өнері бар адамдар болса, мен де үлесімді қосайын дегендей ниеттері пайда болса. Біз қайда хабарласады? Әлеуметтік желі арқылы, Инстаграм арқылы клуб 28 петель Астана деп жазса, тауып алады. Сол жерде координатордың телефон номері жазылған, сол кісінің хабарласып, келіп, үйретеміз. Кім тоқи алмайды, олар келіп, біз үйретеміз. Өздеріңіз үйретесіз? Үйретеміз, иә. Ең басы өзінің ниеті болса болды. Бұрында ересектер, ата-аналарымыз тоқушы еді ғой, аналарымыз. Енді қазір ұмыт қалған ғой, енді бұл да тоқу өнерді. Қазіргі таңда мен сізге айтайын, кейбір мектептер шақыртады. Өйткені мектептерде еңбек деген не жоғау сабағы. Еңбек пәні ма? Иә. Сол еңбек пәнінің орнына біз сенбі сайын қандай да бір мектеп шақырады. Балаларға үйретіңіздерші деп. Өйткені ол моторика ғой, былай қарасаңыздар. Ол бостан босқа шығарылмаған нәрсе да. Ол балаларында ойлау қабілеттеріне жақсы әсерін тигізеді. Және де қазіргі таңдағы балалар, енді современный балалар дейді ғой біздегі. Оларда қандай түсіністік болады? Қайырымдылық жағынан осындай балалар туылады екен, көмек көрсету керек екен деген ниетпен олар тоқиды, тоқуды үйренеді де. Негізінде шынында да мынау мерзімнен бұрын туылып өмірге келген, жаңағы ай күні жетпей туған балалардың, мысалы, ғұмыры бір қауіпте тұрады ғой, қауіптеніп тұрады. Оның өмірін сақтап қалу деген үлкен мәселе. Сіздер мысалы бүгінгі күні ай сайын дейміз ба, қанша мысалы киіммен қамтамасыз етесіздер, қаншалық? Әлі толық жаба алмайсыздар ғой сұранысты мысалы. Қалай айтса екен, біз негізі кездесулер сенбі сайын жүріп тұрады. Сенбі сайын, бірақ еріктілер саны қанша келеді, кейбіреулері келу міндетті емес негізі. Үйде де отырып тоқитындар болады. Жұмыстарында отырып та тоқитындар болады. Мысалы, сізге мен нені айтып кетейін, сан бойынша, сізге қанша керек екен. 14 елде бар, айтқан жоқпын ғой, мен Қазақстан арқылы басқа елдерге шықты. Көбісі ойлайды, Ресейден, басқа елден келді деп, 28 ілмек клубы. Негізі ол Қазақстанда негізделген. Осы жерде пайда болған нәрсе ме? Қазақстанда пайда болып, Қазақстан арқылы 14 елге таралған. 14 елде таралған. Енді жаңағы не бойынша айтып кетсек, 13 жыл ішінде 293.169 зат. Енді біз штуктап санаймыз ғой. Шұлықты, бас киімді, жилетканы және де пледті. Астана бойынша 14.658 тоқылған 13 жылдың ішінде. Есептей беріңіз. Қолмен тоқылған. Қолмен тоқылған, иә. Оңай емес. Оңай емес. Көз құрайды. Адамдарды былай қарасаңыздар, бірақ көріп тұр ғой, бұл көмек ретінде көмектескісі келеді адамдар, сондай ниетпен. Қазақстанның бүкіл облыс орталықтарында бар ғой? Бар, иә. Клубтың өкілдіктері. 20 қаласында бар. 20 қаласында бар. Оны мысалы медициналық орталықтар, емдеу мекемелері кәдімгі қабылдай ма, заңды түрде? Қабылдайды. Олар бізді айтады, сіздер біздің коллегаларымыз деп бізде сөйтіп құттықтайды да, медициналық күні болады ғой, бізде де құттықтайды. Сіздер біздің бір мүшесіздер деп айтады. Сондай алғыспен бізді қарсы алады, әрдайым күтіп отырады. Мынау перинатальный центрде жетпей жатыр, алып келесіздер ма деп айтады. Осы қала бойынша да көп қой перинаталдық орталықтар. Соларға біз квартал сайын жеткізіп отырамыз. Енді сіздердің еңбектеріңіздің, мысалы, осы ізгі іске қажет болған әрине дұрыс, бірақ бір жағынан мына мәселе мені ойландырады. Мысалы, ақыры Қазақстан бойынша емдеу мекемелерінде осы жүннен тоқылатын балалардың киіміне деген қажеттілік бар екен. Оны неге мысалы мемлекеттік дәрежеде шешпейді мысалы? Бюджет бөлінбеген, оған өкінішке орай. Осы жерде кішкене сұрақ туындайды. Жалпы, мысалы, жаңа айтып отырмыз ғой, мен бір цифрды көрдім. 200-300 мыңның төңірегінде, мысалы, жыл сайын Қазақстанда жаңағы шала туған балалар өмірге келеді екен. Бұл деген өте үлкен сан, мысалы. Жалпы көп болуының себебі неде? Шақалақтардың, мысалы, шала туған.
Енді мен өзім сауығы бойынша маманы болғандықтан, мен ойлаймын ол профилактиканың болмағаны, яғни алдын алу. Яғни жас аналардың жүктілікке дайындау жоқ, өкінішке орай. Дайындаған кезде ол не істейді? Ағзасындағы дефициттер болатын болса, мысалы, дефициттерін толықтыру арқылы. Сонымен қатар стрессті өте маңызды рөл атқарады. Егер де стресспен жүріп бала көтерсе, ода балаға кері әсерін тигізуі мүмкін. Сол үшін барлық дефициттерін толықтыру арқылы, дұрыс тамақтану арқылы. Бала келуге біздің аналарымыз дайын болмай барады осында. Дайын болмай барады. Осы үлкен мәселе, Үлкен мәселе, Оның алдын алуға болады негізі. Денсаулық мәселесі бар, жаңа күтім мәселесі бар, бұл жерде. Әрине. Жаңағы көңіл күйі. Бәрі бір-бірімен байланысты. Мысалы, қалай дайындық қалай жүру керек, мысалы, идеалында? Идеалда? Әйел еш уайымдамау керек. Біздегі әйелдер жұмыста істейді, үйде шаруа жасайды, Сол үшін тыныштық керек та, біріншіден. Екіншіден, базовый анализ тапсырады. Ол жаңағы, денсаулыққа қатысты. Жалпы қаны, ферритин, гемоглобин, ферритин ол өте маңызды. Және де ішек жолдарымен жұмыс істеу арқылы. Егер де анасының ішек микробиотасы нашар болатын болса, сәйкесінше баласы да ішек микробиотасы сондай болады. Және де ауыршаң болып келуі мүмкін. Өзім де білем, өйткені үлкен баламды босанған кезде, мен ешқандай дайындықсыз туған кезде кілең антибиотикпен өсіп шыққан балам тұғын. Содан кейін мен зерттей бастадым осы саланы. Өйткені Д дәрумені туралы білмейді, мысалы. Д дәрумен өзі иммунитет екен. Сол үшін қазіргі таңда егер де кәдімгі мемлекеттік емханаларда осы туралы айтатын болса, ең басты нәрселерді, мен ойлаймын, осындай шала туылатын балалар саны аз болар еді деп ойлаймын. 100% семьяда енді ол ескерілмейді, дайындық деген нәрсе. Тіпті босанғаннан кейінгі кезеңде де күту керек, тағы бір 3 жылдай күту керек екен, ол да есепке алынбайды да. Пырлап. Машина, робот сияқты жүре беру керек та. Ресурс таусылады ғой әйел адамда. Сосын тісі түседі, шашы түседі, түрі әдемі емес болады, кожасы нашарлайды, буындары сырқырайды. Ол барлығы. Ана атам заманында, мысалы, бабаларымыз... Осы мәселені де қозғауға болады. Қазіргі таңда қалай деп айтады? Бұрында біздің ата әжелеріміз туды ғой, ничего дейді. Ешқандай витамин жеген жоқ дейді, Окей, жеген жоқ. Неге? Өйткені бұрында табиғи болды, ауаның өзі таза болды, мынандай машинелер болды ма? Газдар шығатын, газ ол уже токсин ғой. Уже баратта қайда түседі? Бауырды зақымдайды. Көрдіңіз ба? Бұрында атпен шабатын. Неге ер адамдарда жаңа тестостерондары жоғары болады? Атпен шабады. Бізде атпен шаба, машинемен таксилеп жүреді азаннан кешке шейін. Спорт жоқ, қозғалыс жоқ. Әйел адамдар не істеді? Қазіргі таңда молодежь дейміз ғой әйелдер. Бір пальчикпен жұмыс жасайды. Робот-пылесос, посудомойка, мультиварка, тағы не, термомикс, бір пальчик, сушилка, стиралка. А бұрын кезде еңбектейді, ақтайды, әктейді бәрін. Қараңыздаршы, егеді, даладағы шөп шаланды жейді, огородынан шыққан, құнарлы болды. Қазіргі таңда теплицада күннің көзі түспейді, гербицид, пестицидтермен істейді, оны улайды, жаңа дұрыс несін сақтау үшін, түрін сақтау үшін. Соның бәрі әсер етеді ғой. Қайта керісінше қазіргі қарағанда ерте заманда бабаларымыз мәселені дұрыс мән беріп, терең шешкен сияқты. Себебі бізде әлі күнге дейін дәстүр қалды ғой, мысалы, қалжа беру деген нәрсе. Ол не нәрсе, мысалы, жаңа босанған әйелге жағдайын жасау ғой. 40 күн, 40-нан шыққанға дейін. Бір қойды сойып, сорпа беріп, терлетеді. Терлету, сосын жылы киіндіреді. Бұның бәрі ол бабалардан қалған сақыншақтар, ол біздің қазір ұмытылмай жеткені ғана. Одан басқа да көптеген сондай қамқорлық шаралар болған белгілі ғой негізінде. Белгілі. Оны біз ұмытып қалдық көбісін. Бізге жетпей қалды. Соны шығарып тұрып пайдалансақ та, бізге қандай әсер етеді? Жақсы әсер ететін еді, әрине. Бәрі ұмытылған нәрсе. Қазіргі таңда туатта қайда кетеді? Біз кеттік мореға деп кетеді. А балаға неше айға дейін, 1 жасқа дейін ба самолетпен ұшқан зиян екен. Медициналық тұрғыда. Білмейді ғой. Білмейді. Олар наоборот круто дейді, біз 2 айынан бастап ұшып жүрміз дейді. Қазіргі солай ғой, өкінішке орай солай. Нәрестеге салмақ оның бар, ауырлық. Ол болмайды. Өйткені аспанда тоже оларға не болады екен? Жаңа дәстүрге тағы есімде отырды, мысалы, жаңа шілдеханасы бар,
қалжа беру Бесікке бар, салу. бесікке салу бар, қырқынан шығару бар. Мысалы, қырқынан шыққанша мысалы баланы көрсете бермейді деген Көрсетпейді. мысалы тіпті. Ал бір шетелге шығып бақты ғой мысалы. Бізде туыватқан инстаграм салып отырады ғой. Тіл көз тиеді деп те ойламаймын. Ондай жоқ. Бірақ шынына келгенде біздің қазақ халқымыз өте сонда мудрый болған ғой. Барлығын білген да, білген істеген. Мысалы, қазіргі жаңа D3 туралы айттым ғой. Жүктілікке дейін ішпей, жүктілік кезінде ішпей, D3 дефициті көптеген аурулар тудырады негізі. Ал бұрынғы кезде D3-ді қалай алған? Қойдың құйрық майын бар ғой. Соны марлыға салып балаға соска сияқты беретін, соны сорған. D3-ді сөйтіп қабылдаған. И бұрынғы кезде күннен де алғанда, қазір күнде бізге уже күннің өзі ультрафиолет зиян деп отыр. Бәрі зиян болып кетті, қазір өмір сүру зиян деп кетеді барлығы. Сол үшін дұрыс тамақтану жағын қарастырса, дұрыс су ішу, мысалы бұрында бұлақтың суын ішетін, қазір пластиктен, кулерден ішеді. Оның бәрі қазір көрінбесе де накопительно жинақталып, күнден күнде ол кері әсерін тигізеді. Қазір бізге көзге көрінбейді. Айтады ғой, 4000-ға жоқ токсиндер бар екен, көзге көрінбейтін. Мына жердің өзі мыналар. Бәрі токсин екен, біз жұтып жатырмыз. Бәрі бауырға барып зақымдайды. Сол үшін таза ауаға шығу керек. Табиғаты бар, жаңағы ағаштары бар жер. Бізге енді жақын жер Бурабай ғой. Бурабайға аптасына бір рет хотя бы шығып келген өзінде ауаны жұтып. Сол кезде бізде не болады? Регенерация болады. Көп көмегі тиеді ғой. Көмегі тигізеді, әрине. Әсіресе балаларды, бізде балаларды қозғалыс жоқ. Далаға шықпайды, күннің көзіне қарамайды, түнде ұйықтамайды. Түнде ұйықтамаған уже мелатонин бөлінбейді деген сөз. Иммунитет бітті, түседі. Әсіресе қыз балаларды ұйықтату керек. Мен қызымен арпалысып отырамын, ұйықта деп, онан кешіктірмей ұйықтатамын мен оны. Неге? Өйткені олардың гормондарымыз бой болуы мүмкін. Бәрі бір-бірімізбен байланысты да, бір-бірімен. Сондай балаларды егерде біз өзімізден бастамасақ, бізде қандай ұрпақ шығады? Олардан қандай ұрпақ келеді? Әрине, жаңағындай шала туылған, ДЦП, аутизм деген балалар содан туылады. Бізде медициналық сауаттылық деген де керек болып тұр ғой осы жерде. Керек, міндетті түрде керек. Сауаттылықты арттыру. Бірақ өкінішке орай мен сізге айтайын, қазақ халқы өзімізге тиеді ғой, жалқау халық. Жаңағы тегін нәрсені уақытында ұйықтау, просто жүріп кеш, аш қарынға жүріп кеш, баспалтақпен түсіп көтеріліп кеш дегеннің өзін істемейді. Ол рас енді жалқаулық. Сосын бізде қазақ халқы қалай? Ауырғаннан кейін барып емін іздейді. Ауырып емін іздегенше ауырмаудың жолын ізде дейді. Міне, ауырмаудың жолын іздеу деген осы. Дефициттер толықтыру, дұрыс тамақтану, уақытылы ұйықтау, тұрып жүру, қозғалыс, спорт. Элементарный нәрсе, негізі былай қарасаңыз, бірақ оны істемейміз біз. Мен үлкен баламен арпалысып жүремін. Сен таңертең тұрғаннан кейін сен қалай тамақ жейсің бірден деймін. Иди, говорю, заработай, заслужи деймін. Жүріп кел деймін, далаға барып. Ол бірден жейді. Мен өзім сондай тұғымын, таңертең тұрып, өзім бірінші тамақ жейтінмін да. Ешқандай қозғалыссыз. Ал білім кейін келді ғой маған, көрдіңіз ба? Енді мен тамақты жей алмаймын, далаға шығып жүріп келмегенше. Это мой заслуженный завтрак деймін сосын өзіме. Тамаша. Иә. Көпсіліп кеттім ба? Медициналық білімді де арттыру керек бізге. Міндетті Бұқара түрде. халық. Міндетті түрде. Қазіргі кезде бізде 50-60 жаста уже кәрімін дейді, өзін сөйтіп списывать етіп тастайды. Қазіргі таңда 120 жасқа дейін өмір сүруге болады екен. Бірақ ол өзімізге байланысты. Біздің өмір салтымызға байланысты. Егер де өмір салтымызды дұрыстап, стрессті азайтсақ, қазақтарда стресс ол не? Әсіресе Астанада үй, ипотека, кредит. Соның артынан жүреді біздің қазақтар. Ал стресс болса, біздегі іштегі ресурстың бәрін құртып жібереді. Қандай да бір жағдайда стресс деген ең жаман киллер дейді ғой, жауы ағзаның, ол стресс. Стресспен де жұмыс істей білу керек. Бұл туралы көп айтыла бермейді. Және соның салдары, мысалы, зардабы үлкен болып жатыр. Мысалы, шала туған нәрселер жүздеген мыңдап дүниеге келіп жатыр. Бұны да, мысалы, мемлекеттік деңгейде жүргізу керек сияқты. Профилактика деген нәрсені адамдардың назарын аударту керек сияқты. Бізде енді қазақтың отбасыларында қалай, мысалы, енді әйел адам ол бір үйдің келіні, мысалы. Осы жерде мәселе туындай бастайды. Келін деген жатпау керек, ұйықтамау керек, демалмау керек, тек жұмыс істей беру керек, үйдің шаруасын істей беру керек, мысалы. Ал бұл жерде жаңағы кезеңде сонымен қоса бала көтеру керек бір жылдан кейін. Дұрыс па? Солай ғой, бір жылдан кейін. Қашан көтересің? Не болды деп солай сұрай береді ғой.
ар жағында ол өтті ма дәрігерлерден, иә, оны сұрамайды. Көтердің ба, қашан көтересіңдер, солай ғана сұрайды. Біздің қазақтың менталитеті сондай ғой енді, өкінішке орай. Сол себепті жаңа мемлекеттік деңгейде алдын алатын, әйел адамдарды жүктілікке дайындайтын, кеңес беретін, кеңес беретін ең құрғанда, және де туғаннан кейін де қалыпқа келтіру сияқты бір орталық болса деймін да. Бұл жақсы ұсыныс екен, иә. Шынында. Неге 28 ілмек деп аталады? Өте орынды сұрақ қойып отырсыз. 28 ілмек деген себебі шұлықты 28 ілмекпен тоқи бастаймыз. Мөлшері. Аяқтың жері бар ғой? Айналдыратын жері 28 ілмек. Сонда кішкентай ғана, өйткені шала толатын балалардың салмағы 500 граммнан асады. 500 граммнан асады. Сол үшін 28 ілмек деп аталады. Осыдан кетті. Бұл жаңа стандарт қой, одан аспау керек, кем болмау керек сонда. Жоқ, егерде 2 килограммнан жоғары толатын балалар болатын болса, шамалы біз көбейтеміз. Ал 500 граммнан жоғары болатын болса, онда 28 ілмек болады. Аяғының несі кішкентай болады мөлшері? Ең кішкентай размер болып тұр сонда. Иә, ең кішкентай. Сосын ол жерде жаңа спицаның несіне де байланысты, қалай дейді, қалыңдығына байланысты. Бәрі соған тоқуға да байланысты болады мөлшерлері. Бізді енді еріктілерді біз феюшка деп атаймыз, феялар деп атаймыз өз-өзімізді. Олардың өз көздері білет ұж, қандай мөлшерде тоқу керек екен. Бәрін көзбен тоқып тастай береді. Кәдімгі бір стандартсыз. Өйткені жаңа 500 граммнан аса туылатын балалар бар. 1 килограмм, 1,5 деген сияқтыларға өзінің размерная сетка дейді ғой. Сол бойынша тоқылады. Материалды қай жерден аласыздар? Мысалы, оның сапасына кім кепілдік береді? Құрамын қараймыз, 100% жүн болса болды. Сосын бізде қыздар білет, әдісі бар, немен не істейді, шырпымен жағып, иісі шықса деген сияқты. Маман ғой, енді профессионал болып кеткен ғой қыздарымыз. Бір жағынан біздің жаңағы ауыл шаруашылығында керексіз ысырап болып жатқан қойдың жүнінде, онда ойластырдық біз. жүнінде бір таразда деген бар ғой. Мүмкіндік екен мынада. Алып, ұршықпен көргіміз келді, бірақ оған уақыт көп кетеді. Тоқу бар. Өңдеу керек, иә? Өңдеу керек. Жүнді тазалау керек. Жуу керек, түту керек, ұршықпен үйіру керек деген сияқты көп қой оның процесі, жұмыстары көп, иә, өте көп. Бұлай қыздармен соны ойластырғанбыз, солай жасасақ па деп. Бірақ о жерге бізге бір жер керек, дұрыс па? Өйткені жүн деген сасиды, өзіңіз білесіз. Оны жуатын, барлық жағдай жасаса, мысалы, бояу керек оны. Сол үшін біз сатып аламыз. Өз қаражатымызға кейбіреулер спонсорлар болады, жібереді. Осындай да сіздерге жүнге деп жібереді, жіпке деп, соны да пайдаланамыз. Бұл да бір сауап емес қой. Сауаптыс, иә. Көбісі түсінетін адамдар жібереді. Сонымен қатар бізде бір нақты бір жер жоқ қой, мекен жай жоқ қой бізде. Астанада. Отыратын кеңселеріміз жоқ бізде. Сол себепті біз қоғамдық жерде жасаймыз. Мысалы, ресторан, кафелерде келсеміз, түсінетін адамдар береді орынды. Өз тараптарынан олар шай, су береді, қалғанын енді біздегі әртүрлі жағдайдағы кісілер ғой, еріктілер келеді. Біреудің ақшасы бар, біреу орташа деген сияқты. Сол үшін кейбіреулер өзімен бірге тамақты алып келуге мүмкіндік береді. Ондай спонсорымызға әрине біз алғысымыз шексіз. Қадірінше көмектеседі ғой. Ал енді қазір мысалы тоқымашылар дейміз ба? Соларға деген сұраныс бар ма? Сіздерде мысалы келем деушілер болса, шектеу жоқ па? Шектеу жоқ. Келе берсін. Қуана-қуана қарсы аламыз. Бізде, мен айтып тұрмын, өзім декретте отырған кезде ешкіммен сөйлеспейсің, жұмыс істемейсің. Ал осы бір қандайда бір орта болды да мен үшін. Бір жаңа бір ұжым, коллектив дейді ғой, солай болды маған негізі, шынына керек. Ол жағынан, ол тұрғыдан келгенде де, босанғаннан кейінгі кезеңде де көмегі бар екен. Біздің клубқа келген еріктілердің өмірлерінде өте жақсы жағдайлар болып жатыр да, өзгеріп жатыр өмірлері, былай айтсам. Өйткені өзімде жаңа 1,5 жасар қызымен бардым ғой. Апта сайын барған кезде, әйел адам отырған кезде үйде бір жерге шыққысы келеді. Маған бір сондай бір орта керек болған тұғын. Бір жағынан орта, екінші жағынан сауапты іс мен үшін болды.
көрдіңіз ба? Сол сияқты басқа да, мысалы, басы бос қыздар күйеуге шыға бастады біздің клубта. Сосын бізде нелер болады, корпоративтер болады, жаңа жылдық, 8 наурыз деген сияқты. Бір отбасы сияқты болып қалдық, шыны керек. Бір отбасы сияқты. Кейде айтамыз да, біз туғандарымызбен бүйтіп араласпаймыз дейміз да. Бір ізгі ниет біріктірді ғой барлықтарыңызды. Бір мақсат қой бізде. Бір мақсат. Иә, бір мақсат. Жақсы, уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Мына жасап жатқан жұмыстарыңыз өте сауапты іс, мол сауаптан жассын, ниеттеріңіз ізгі, осы бағыттағы жұмыстарыңыз жемісті болсын. Рахмет. Ең басты жаңағы шала болып өмірге келетін балалардың саны азайсын. Сонда сіздердің жұмыстарыңызды жеңілдейді. Осы тілекпен сұхбатымызды аяқтайық. Рахмет сізге. Рахмет сізге. Аман сау болыңыздар.